Бұл ер адам сайқымазақтың костюмын киді, енді оны ешқалай шеше алмай жатыр. Қорқынышты, клоун фильмінің шолуынан кейін бұдан да қорқынышты болады, сеніңіз. Кішкентай Джектің туылған күні жақындап қалды, және бұл бала бәрінен де қатты сайқымазақтарды жақсы көреді. Оның ата-анасы Кент пен Мэг мұны жақсы біледі, сондықтан олар барлығын сайқымазақтармен безендіреді. Тамақ пісіріп жатқанда Джектің анасы құрбысына екінші балаға жүкті екенін мойындайды. Өкінішке орай Кент мерекеге кешігіп жатыр. Ол риэлтор болып жұмыс жасайды және үнемі көптеген тапсырмаларды орындайды. Мэг күйеуіне клоун аниматоры Джектің туылған күніне келе алмайтынына шағымданады. Бала қатты ренжіді. Сонда Кент сатылатын үйлердің бірінен өте ескі сайқымазақ костюмын тауып алады. Джек өте бақытты. Оның туылған күні тамаша өтуде. Кешке баланың шаршаған соншалықты еденде ұйықтап қалады. Ал Кент өзіне өте риза. Мэг душқа кетеді және оның жағымды тосын сыйын қабыл алу үшін күйеуінен костюмды шешуін өтінеді. Бірақ ер адамда қатты шаршады, сондықтан тіпті гримін де жуып кетірместен диванда ұйықтап қалады. Ертесіне Кент ұлын осы түрмен мектепке апарады, ал сосын жұмысына келеді. Бұл әріптестерінің таңданысы мен күлкісін тудырады. Ол ақыры өзінен жарқын гримнің бір бөлігін жуып тастайды. Бірақ бір мәселе бар. Сайқымазақ шашы оның басына сөзбе-сөз айтқанда жабысып қалған. Дәл осы жағдай оның жалған мұрнында да. Ол Кенттің бетіне тура жабысып қалған сияқты. Ер адам костюмды да шеше алмайды. Кент оны кесуге тырысқанда қолын жарақаттап алады. Ол күштірек аспапты алады да мына біртүрлі сайқымазақ костюмнен шығуға тырысуын жалғастырады. Өкінішке орай бұл жоспар да іске аспады. Электр пышақ сынып, костюм бүтін күйінше қалады. Кент үйге оралып, әйеліне мына қарық сатқыр жасанды шаштан, мұрыннан және костюмнен ешқалай құтыла алмай жатқанына шағымданады. Оның болса қатты әжетханаға барғысы келіп тұр. Мэг күйеуінің мәлімдемелеріне күлкімен қарап, қолына қысқышты алады да күйеуінен сайқымазақтың мұрнын шешуге тырысады. Кент айғайлап жатыр, ал әйел аспапты бар күшімен жұлады. Бұл жеңіс. Қызыл мұрын еденге құлап, оны бірден ит жеп қояды. Алайда Кенттің мұрнында жара қалып қояды және ер адам бетіне майлықты басады. Осы кезде Мэг күйеуінің басындағы парик емес, оның шынайы шашы екенін байқайды. Олар қандай да бір себептермен боялған және бұйраланған. Кент мұрнына таңғыш тағу үшін ауруханаға барады. Ер адам әлде бір оғаш нәрсені бастан кешіріп жатқанын түсінеді. Кент боялған шашының бір бөлігін қырқып, ал макияждың қалған бөлігін тоналды креммен бүркемелейді. Ол осы сайқымазақ костюмы бар үйдің иесін іздеуді ұйғарады, бірақ оның қайтыс болып кеткенін біледі. Сондай-ақ ер адам кішкентай балаларға деген қызығушылығының артқанын байқайды. Сәл кейінірек Кент Хэллоуин және басқа да мерекелерге арналған тауарлар сататын дүкенге барады. Сатушы әйел оған бір кездері осындай сайқымазақ костюмдерін сатқан адамның мекен жайын береді. Ер адам бірден әлде бір Берт Карлсонға қоңырау шалады және ол біздің кейіпкерімізден сайқымазақтың костюміне ешқашан қол тигізбеуін талап етеді. Кент бұл киімнің қазірдің өзінде оның үстінде екенін мойындайды және бірден Карлсонмен кездесуге беттейді. Ер адам Кентті шаймен қарсы алып, оған сайқымазақтардың пайда болу тарихын әңгімелейді. Сөйтсе бастапқыда бұлар өте қорқынышты және үрейлі жаратылыстар болыпты. Ол кездері балаларды күлдірудің орнына қорқытатын. Кент жағдайының нашарлап бар жатқанын сезеді. Шамасы Карлсон оның шайіне әлде бір нәрсені қосып берген сияқты. Дәл солай біздің кейіпкеріміз байланып ес-түссіз жатқанда Карлсон дөңгелек араны қайрап жатыр. Кентке жағдайдың бұлай дамуы мүлде ұнамайды. Ол арқанды үзіп тез арада аяғына тұрады. Біздің кейіпкеріміз Карлсонға шабуыл жасайды, ал ер адам ақыры Кентке мұның костюм емес, жынның шашы мен терісі екенін түсіндіреді. Кент үйге оралып, әйелінен полицияны шақыруын өтінеді. Бұл уақытта олардың үйлерінде көптеген қонақтар отырды және олардың барлығы сайқымазақтың кейпіндегі ер адамға таңдана қарайды. Кент оларды өзінің көлігіне апарады. Артқы орындықта байлаулы Карлсон отыр. Біздің кейіпкеріміз оны бөлімшеге апаруды шешеді, бірақ жолда денесінде өте оғаш құбылыстардың болып жатқанын байқайды. Оның денесі сөзбе-сөз айтқанда көз алдында өзгеріп жатыр. Карлсон қандай да бір жолмен әрең дегенде босанады және бірден Кентке бас салады. Рөлдегі төбелес әдетте жақсы еш нәрсеге әкелмейтіні анық және көлік әрине апатқа ұшырайды.
Карлсон ауыр жарақат алды, ал қорыққан Кент қашып кетеді. Мэг полиция бөлімшесіне келіп, күйеуінің жоғалып кеткенін хабарлайды. Әкесі қызынан біраз уақытқа өзінікінде тұруын өтінеді, өйткені Кент өзін мүлде әдепсіз ұстауда. Түн ортасында біздің кейіпкеріміз балалар туристік лагерінің қасынан пайда болады. Олдардың бірінен алаудың қасында қалған лас табақты жууын талап етеді. Ағаштың жанынан бала Кентті байқайды. Ер адам балақайдан оған әлде бір тамақты әкелуін өтінеді. Мейірімді бала оған печенье салынған дорбаны созады. Бірақ Кентке печеньеден гөрі оның қолы дәмдірек сияқты. Бала айғаймен орманға қарай жүгіреді. Жаңа күн басталады. Мэгтің көзі Кенттің Карлсоннан алған кітабына түсіп кетеді және сайқымазақтардың соншалықты күлкілі әрі зиянсыз емес екенін түсінеді. Бұл уақытта біздің кейіпкеріміз өзінің келбетіндегі жаңа өзгерістерді байқайды. Соның салдарынан қоғамдық әжетханада оның жүрегі айниды. Ол кабиналардың біріне жабылып, бір топ баланың ішке кіргенін естиді. Олардың бірі оны көріп қойып, қорыққанынан айғайлайды. Сол себепті Кент бірден ізін суытады. Өкінішке орай, сайқымазақ кейпіндегі оны балалар қатты жақсы көреді және көшеде оған тағы да бір бала Робби жақындайды. Кент оған атылмау үшін соңғы күштерімен өзін ұстап тұр және сатылатын үйлердің біріне тығылып қалады. Ол екі қолын басына қойып шарасыздықтан айғайлайды. Кешке Мэг пен Джек иттерінің сайқымазақтың мұрын жеген сәттен бастап өзін біртүрлі ұстап жатқанын байқайды. Кент әйеліне қоңырау шалып, онымен қоштасады. Содан соң тапаншаның көмегімен келесі өмірге аттануға тырысады. Қабырғада түрлі түсті бояулар пайда болады, бірақ ер адамның өзі аман қалады. Сол себепті ол дөңгелек араны сатып алу үшін құрылыс дүкеніне беттейді. Мэг күйеуін ол риэлтор болып жұмыс істеген барлық үйлерден іздеуге шығады. Ал Кент бұл уақытта о дүниеге баруға мүмкіндік беретін құрылғы жасап жатыр. Дөңгелек ара оған көмектесуі керек. Алайда ер адамның бұл шарасыз қадамға баруға батылы жетпейді. Және үшінші талпыныстан соң ол өз қолымен жасаған гильотинасының қасына құлайды. Дәл осы сәтте әлгі Робби есімді бала үйге кіреді және оны мұнда өте жағымсыз тосын сый күтіп тұр. Кент өте қапалы және сонымен қатар өте аш. Міне керек болса, көп ұзамай дәл сол үйге Мэг келіп жетеді. Достар, егер фигураларыңыз бен денсаулықтарыңызды жақсартқыларыңыз келсе, сіздерді тегін марафонға шақырмақпын. Тез арада төмендегі сілтемеге өтіп, занять место түймесін басыңыз. Әрі қарай өзіңізге ыңғайлы уақытты таңдап, атыңызды, электронды поштаңызды және телефон нөміріңізді қалдырыңыз. Кент әйелден есікті ашпауын өтінеді. Сонда ол оған өзінің жүктілігін мойындайды. Мұндай жаңалықты естігесін, ер адам бәрібірде есікті ашып, оны үйіне жеткізуін өтінеді. Онда әйел күйеуін жертөлеге тығып, құбырға темір шынжырмен байлап қояды. Кент қандай жағдай болмасын, оны босатпауын өтінеді. Мэг күйеуімді құтқарудың жолын табам деген үмітпен тағы да әлгі сайқымазақтар туралы қорқынышты кітапты ашады. Ол Мартин мен Берт Карлсондар есімді ағайындылар туралы ақпаратты көреді. Берт жақында ғана оның күйеуіне шабуыл жасаған. Әйел дереу ауруханадағы Карлсонға келіп, одан көмек сұрайды. Ер адам бір жапырақ қағазды алып, күйеуіне сенбеуін жазады. Карлсоннан пайдалы ештеме естімегесін, Мэг Кент қанішер сайқымазақтың костюмын тапқан үйге барады. Ол жерден әйел жындыларға арналған орындық пен бейнекамераны табады. Ескі кадрларда жынға ұқсайтын қорқынышты сайқымазақтың жазбасы бар. Бұл кезде кішкентай Джекті мектеп бұзақылары мазақ етеді, ал бала ашулана үйіне қашып кетеді. Ол жертөледен әкесінің дауысын естиді де төменге түседі. Джек әкесіне мектептегі зорлық-зомбылық көрсетушілер туралы шағымданады, ал Кент ұлынан кескішті әкелуін өтінеді. Қап, Мэг қорқып қалған Джекті жұбату үшін үйге келеді, бірақ Кент орнында жоқ еді. Ол мектептегі басбұзарлардың сазайын беруге кеткен. Олардың бірі Колтон үйінде компьютерлік ойынды ойнап отыр және шыға беріс есіктің ашық тұрғанын байқайды. Дәлізде Кент тұр. Енді ойынды ол ойнайтын болады. Мэг Джекті атасының үйінде тұруға жөнелтеді. Кенеттен әйелге өзінің иті шабуыл жасайды. Сөйтсе, сайқымазақтың мұрнын жегесін ол да жынға айналып кетіпті. Оны қолындағы сойылымен дер кезінде пайда болған Карлсон құтқарады. Ер адам Мэгке бұл қарғыс атқыр костюмның тарихын баяндап береді. Ол оны Исландиядан келген пакеттерінің арасынан тауып алып,
ағасының ауруханасындағы балалардың көңілін көтеру үшін кигісі келген. Сол кезде жын оның ішіне енген, дегенмен қарғыс қайтарылды. Ол үшін ағасы сайғымазаққа ауруханадағы 5 баланы берген. Балалардың көңілін көтеру деп осыны айт. Джек әкесінің мектептегі бұзақы Колтонға кеткенін мойындайды. Мэг ұлын атасының үйіне апарып тастайды. Ал өзі болса Карлсонмен бірге әлгі баланың үйіне тартады. Өкінішке орай олар кешігіп қалды және ішіндегі бейне оларды онша қуандырмайды. Бұл арада Кент балалар ойын-сауық саябағына барады. Ұлдар мен қыздар мұнда барлығына қандай қауіп төніп тұрғанын білмей көңіл көтеруде. Мэг пен Карлсон да сонда келеді. Әйел аттракциондар мен ойын автоматтарының жанынан өтеді, бірақ Кент еш жерде жоқ. Сөйтсе, ер адам балалар лабиринтінде тығылып жатыр екен. Ұлдардың бірі өзінің інісін табу үшін сонда енеді, бірақ інісінің орнына ол жерде оны жағымсыз тосынсый күтіп тұр. Төбедегі қанға байланысты балалардың арасында дүрбелең басталады. Бәрі жан ұшыра саябақтан қашып кетеді. Карлсон мен Мэг Кентті барлық жерден іздеп жүр және оны театр қойылымдарының арасынан табады. Ер адамның келбеті өте қорқынышты. Карлсон Кентке тап береді, бірақ сайқымазақ әлде қайда күшті болып шықты. Ол қарсыласын жерге құлатып, әйелінен оған тағы да бір баланы әкелуін өтінеді. Оның орнына жын әйелге күйеуін қайтаруға уәде береді. Егер олай етпесе, сайқымазақ оның ұлы Джекке баруға мәжбүр. Шошынған Мэг сыртқа жүгіріп шығады. Ол жоғалған әлде бір адасып кеткен баланы табу үшін айналасына көз жүгіртеді. Қыздардың бірі Мэгті танып, әйелден оны үйіне дейін жеткізіп салуын өтінеді. Мұның орнына Мэг мектеп оқушысын кешкі ас ретінде сайқымазаққа апарады. Олар қаңыраған бос жерге келіп тоқтайды. Ал қыз көліктен түседі. Мэг бірден есікті жауып алады. Ал мектеп оқушысы жылап дүрбелең сала бастайды. Оның артынан сайқымазақ пайда болады. Шыдай алмастан Мэг есікті ашады да қыздан көлікке оралуын өтінеді. Дәл осы сәтте жолдан полисмен пайда болады. Мектеп оқушысы құтқарылды, бірақ Джекке үлкен қауіп төніп тұр. Атасы немересінің мінез құлқы туралы салмақты әңгіме қозғау үшін Кенттің үйіне келеді. Шамасы бұл кісі болып жатқан жағдайдан бейхабар сияқты. Мэг те үйге оралады және сайқымазақтың әкесіне шабуыл жасап жатқанын көреді. Жын әйелден оған тағы да бір баланы әкелуін талап етеді. Мэг балғаны қолына алған сәтте екінші қабаттан Джек түседі. Кент пен Мэгтің арасында аман қалу үшін нағыз төбелес басталады. Сайқымазақ оның ішін тәбетпен түртеді. Джек қашуға тырысады, ал сайқымазақ оның соңынан ереді. Бірақ оның артынан жаралы Мэг шабуылдайды. Тағы да бір төбелестен кейін әйел еденге құлайды. Ал Кент Джекті іздеуін жалғастырады. Бірақ құлыптаулы шкафтың ішіндегі баланы шығара алмай жатыр. Содан кейін ол ағаш тақтайшаларды сындырып, Джекті ақыры бешбармақтың орнына қолданбақ болады. Мэг соңғы күшімен сайқымазақтың мойнына темір шынжырды асып, оны тағы да құбырға байлап қояды. Ол қолына балғаны алады да ұлынан көзін жұмуын өтінеді. Бір дөп соққы және олар қайта қауіпсіздікте. Мэг ұлын құшақтайды да одан кешірім сұрайды. Сайқымазақтан қалған қалдықтар қышқылдай ериді. Сайқымазақтың шаштары мен киімдері физикалық дәлел ретінде мәйітханаға апарылады. Егер оларды біреу кисе, сіздер не болатынын білесіздер.